тоғызыншы неден кейін жаңағы кімнің қосанов бет ашылғаннан кейін 700 000 адам барады ма, бәрі сөкті Қосановты, Эрнан Заитовты. Міне саясат деген қалай болады, Дүйсенбай ханым? Ереке, сіздің позицияңызды түсініп тұрмын. Сіз типа мен еш жақтан емеспін, просто мен по факту кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп айтып отырмын отырсыз ғой жалпы. Бірақ мына жерде сіз нюанстарды білмей шешім шығарып беретінсіз. Жаңада қаңтар оқиғасын Сержан Біләш қозғамады дейсіз. Ол так белгілі затта, ол басқа да пландары бар шығар, оның себептері бар шығар, одан да бір выгодасын оны қозғамауының арқасында бір пайдалы әрекет жасайтын шығар. Оны біз білмейміз ғой. Сосын сыртынан шешім шығарып тастауға болмайды да, өзіңіз жаңа айтып отырсыз, логикамен жұмыс жасаймын деп. Тыңда енді мінекей. Сендер оны пір тұтып отырсыңдар. Ол Қытайды түсінбей адам аргументтерін қарастырмай шешім шығару болмайды ғой. Не айтсам да мен сенің сөзіңді білмей тыңдап тұрамын. Сен де сөйтіп тыңдап тұр. Міне мен саған емес, мына оның көрермендеріне айтып қалушыларына. Егер Серікжанды солай санасаңдар, қолынан соны Қытайды, қазақтарды түрмеден ғана шығару. Мына геноцидтің көкесі Қазақстанда болды. Онда ақшты көтерсін де, мынау іс қозғатсын, бүкіл Американы көтеріп, жаңағы мынау Тоқаевты жауапкершілікке тартсын, жаңағы командасымен толып Путинмен бірге. Жасай ала ма? Жасалмайды. Себебі ешқандай рөлі жоқ Біляштың. Ешқандай рөлі. Анау жаңағы неде болғанда, оның рөлі ничтожный, шамалы. Мен оны жоққа шығарып отырған жоқпын, еңбек жасады. Бірақ бүкіл жұмысты мен жасадым деп, жаңағы бәрін жоққа шығарып, жаңағы атаған Американың басшылығын, Конгресс США, жаңағы ЦРУ, басқа да ұйымдары бар, Европаның, жаңағы Канада, Франция, барлығы қанша шығын жасады, қанша уақыт. Қытаймен жаңағы сауданы тоқтатты, шығын жасалды өздеріне. Ал оның жерде мынау алаяқ келеді, мен Қытайды тоқтатып тастадым деп, мыналардың біреуін, мынау Путин сияқты. Кезінде соғысты біз орыстар жеңдік дейді. Қайда орыстар? Америка қосылды, Европаны қосылды бәрі. Мынау Совет одағын бүкіл қазақ, қырғыз бәрі. Жоқ, орыстар айтады, мен дейді жаңағы. Дәл сондай популизм. Жаңа Ереке өзі айтсы, Сержан жақсылығы бар деп тұрсыз ғой. Салыстырмалы түрде Сержан в любом случае жамандығынан қарағанда жақсылығы көп та оның. Соны біздің елге тіптіке пайдасы келген кезде, жаңа шырт мемлекеттерде айтып отырсыз, Америкада жағдай, Конгресс әртүрлі, бірақ Сержанды в любом случае ояққа пайдасы тиді. Сосын Қазақстан еліне Сержанның пайдасы салыстырмалдары көп тиіп жатыр. Ол не факт, мына бәрін менің арқамда деп айтып алып, ол жамандығы, ол бізге факт емес, жамандығы тура келмейді да, ол Қытайда қалған адамдарды қосқан жоқ деп. Ол так пайдасын тигізіп отыр ғой, қаншама эфирлер өткізіп жатыр, ол оңай емес, өзіңіз білесіз қиын екен, өмірін арнап жатыр. Ал біз мияқта жақсы адамның жақсылығы көп та, жамандығы аз, бірақ сол жамандығын басым қылғымыз келеді да, жақсылығынан да. Түсінікті, мына қара, қазір мінекей бұлардың өздерінде не болып жатыр, араларында әңгіме шығып жатыр. Мынау Нұрхан кім деген, Сұлтанбай деген кісі, жасы 61-де, мынау 4 жыл Серікжанның командасына жұмыс жасадым деп, қызмет жасадым, Серікжанға тиіскен адамдарға араша болып неттім деп сөйлеп нетті. Бірақ мінекей қазір өзі кеше мен мынадан шығып жатырмын, Серікжанның көңілін қалды, Серікжан мына халықтың жаңағы жағдайын шешіп жатқан жоқ деп, оның сыртында сынға салып жатыр оның жұмысын. Жаңа сен айтып жатқан ғой, бүйте тиді. ООН-ға бірінші алып барған Серікжан емес, ол барарда жоқ болып кетті. Куәгерлер айтып жатыр, жоқ болып кетті. Проблемамыз ішкі проблемаға ООН не керек бізге? Түсіндім, мен сен түсіндім, жалпы барлық атақ Серікжандікі емес екенін түсіндім. Бірақ ООН-ды қозғай беріп не керек, біз ол қазақ үшін тырысып тұр ғой. Қабыл кетесің ғой, Дүйсенбай. Мынау сөйлегенде бір сөз бердім ба, сен базарда отырған Хаббалка емессің. Мен бірақ жалпы тыңдап отырмын салыстырмалы түрде. Сияқты шашып, сыпайы болу керек, мәдениетті болу керек, мысалы. Мен мәдениетті отырмын. Шыдамдық жасасың, сабыр етсең, успокоиться қыл. Глубоко вдохнул, выдохнул. Міне, сөзді бөлгенде адам ойынан нетіп қалады, кетіп қалады. Жаңа, мынау кім, жаңа кісі, кім, Нұрхан ағамыз әшкерелеп жатыр Серікжанды. Кеше Лондонға барғанда куәгерлерді тоқтатыпты Серікжан, бармаңдар. Мынау Қытайдың елшінің алдында аналар жүр, ол Серікжан айтады дейді, бармаңдар, ар жазбаңдар деп. Міне сондай нелері біраз былықтары шығып жатыр.
мына өзінің жаңағы мына кім өзінің командасының атынан. Мен олардың арасына кіріп, оны не деп жатқан жоқпын. Жалпы мен общий картина беріп жатырмын, жалпы көріністі. Ал жаңағы сен айтқандай істеп жатыр ғой деген, сен олардың жұмыстарын зерттесең, былай объективті көзбен, бұл не табынушы сияқты емес, объективті. Сен онда біраз былығын шикілігін көресің. Ал ең басты, бұл қандай мақсат, ниет. Бұл деген көріп тұрмыз, халықты ашық айтып жатыр. Мысалы, Атажұрттың жұмысын жоққа шығарды жақында. 25 қараша күні үндеу жасады да, бізге біраз адамдар шағымданады, құқық қорғаушы ретінде бізді қолданды деп. Ол қолдамаймыз дейді. Сендер провокаторсыңдар, сендер адам өлтіргенсіңдер, сендер зорладыңдар, сендер бейтіндер, сөйтіндер. Оған видеоларым бар. Сөйтіп бізді араластырмаңдар, сіздер қолдасақ, бізді террорист деп соттың шешім шығарады дейді. Бұрмалап тұр, алдап тұр. Ешқашанда ешкімді олай қорғаушыны соттаған емес. 42 минут эфирдеміз. Дүйсенбай, бүгінгі жетеді шығар. Түсінікті, жалпы просто бір-бірін жамандамайын, соны айтып тұрғаным ғой мен. По-любому жасатқан жақсылықтарын көп, жамандықтарын қарағанда. Ол жамандықтарын айтып, жақсылықтарын жоғалта алмаңдар деп тұрғаным ғой. Жаманданып пайда жоқ. Сол айтарым. Енді ойынды сындым, бұл жерде сен қазақшылыққа салып жатсың, жігіттер дружно живите деп анекдотта сияқты. Сонда санаулы үш адамсыңдар да, шетелдегі санаулы адамсыңдар да. Бұл не ғой, Серікжанның ниеті түзеу болса, оң болса, нем бар бұл жерде? Жағаласып, жаманатты болып, маған айтпайтын сөздер шығып жатыр, ол деген ол немес, ол анағандай маған ешқандай жақсылық жоқ, бұларды әшкерлеуге. Мен жақында айттым ғой, мысалы, мен анау өкпелеймін өзім мынау Марғұлан Сейсенбайды әшкерлеуге мәжбүр болғаныма. Өкпелеймін мынау Мұхтар Жақишевті, Ғалымжан Жақияновты әшкерлеуге, сондай жұмыс жасауға мәжбүр болғаныма. Себебі халық оларды білді. Мынау халық жанашыры деп, әсіресе мысалы Жақишев 10 жыл отырып шықты, Жақиянов қанша жыл отырып шетелде жүрді. Бірақ мен көріп тұрмын, бұлар қазір билікке жұмыс жасап жатқан сияқты. Соны халық алданбасын деп, біз 30 жыл алданып келе жатырмыз. Кезекті қосанлықтың жаңағы артынан еріп кетпесін деп, мен өзім көргенімді саясаткер ретінде, саясаттанушы ретінде ескертіп жатырмын, халыққа адаспаңдар деп. Жамандау емес, жамандау ол жаңағы ауылда өсек шығатындар бір-бірінде жөнінде сияқты деп айтып да? Бұл саясат, бұл саясат. Мысалы, мен Әбіләзовты айтып жатқан жоқпын, ол жаңағы Қытайдың тыңшысы, бүйтті сөйтті. Әбіләзовке мен сын жасап жатырмын, бұл айтып жатырмын, қате тәсілді қолдады, бұл менменшілікке басылған, бір кісі келмейді, ол өзін ғана құрметтейді, басқасы менсінбейді деп. Мен оны айтып жатырмын, сараттан беріп жатырмын. Мысалы, бүгін хабар шығып жатыр, Тоқаев неге барды Францияға. Мен көріп тұрмын, оны Тоқаевты ол деген Мұхтарды сұрайды. Мен әрине қарсымын. Мен Әбіләзовты сынасам да, мен қарсымын Франция мемлекеті Әбіләзовты Қазақстанға бергенге, террористік мемлекетке. Қанша қарсы болсам да. Себебі бұларға беруге болмайды. Ал Тоқаев оларға жарылқатып, контракт берем, бетем, сөйтем жарылқатып жатыр. Бұл жерде қазір бұл не болып тұр, мен алаңдап тұрмын, Мұхтарды беріп қоймасын деп. Бірақ мен не істей алаймын? Мен бірақ айтамын, халқым, өзгеріс қаласақ, уақыт кетірмей, 20 мың адам керек, біз бір айдың ішінде революция жасап, билікті халықтың қолына аламыз. Сонда Әбіләзовқа да ешқандай қауіп төнбейді, басқаларға да, Серікжан да елге келеді, басқалар да келеді. Сол жерде жаңағындай тарсыз бәсекеге түсіп жұмыс жасаймыз. Осындай менің ойым. Әңгімеңіз дұрыс, жалпы просто жаңа сияқтыны шешіп шығарып тұрсыз да, сол жағы қате болды, қалғандары дұрыс жалпы. Мақұл, рахмет саған, мінекей осындай қызығушылық танытып, сұрақтар қойып, енді мінекей пікір мен таныттым, арасында өзімді салдым сөзді, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, халық шешеді. Халық дұрыс шеше ма, қате шеше ма, анау кезіндегі қай болса да мемлекет халық шешеді ғой, мысалы. Гитлерді билікке отырғызған орыстар емес қой, немістер өздері ғой. Басқа мемлекетте де, мысалы жақында Ұлыбританияда үкімет өзгерді, Лиз Транс. Не бар 44 күн жасады да, үкімет сосын өздері кетіп қалды. Қолдан келмейді екен. Бұған халық популистерге осылай ереді, Лиз Транс ештеңе меңгерген жоқ, жақсаттан деді да, бірақ кіргеннен кейін түсінді қолынан келмейтін. Ал енді халық солай өздері шешім қабылдады. Біздің жағдайымыз одан қиындау болады. Не себебі? Францияда, Америкада бар популистер, сол Трамп та популист. Бірақ оларда оның сыртында институттар бар.
билік институты, тәуелсіз мінекей заң шығару институты, парламенттар конгресс, атқару билігі мінекей тәуелсіз, және де сот жүйесі. Қараңыздар. А бізде жоқ ондай ештеңе. Бізде Путин қойды, Кремль қойды кезінде Назарбаевты, қазір Путин қойды Тоқаевты. Міне қалғандары табына салды бағана мінекей. Парламент жоқ, ештеңе жоқ. Ол біздің мәселе, проблема. Сондықтан бізге қазір билікке мынандай менің көзқарасым бойынша. Дұрыс. Мына жақтармен келісемін мен. Серікжанға оның командасын сараптама берейін. Сауатсыз. Қиын келсе, атак әңгімеңіз дұрыс, бірақ сөзді бөлмесең жақсы. Жаңа айтып сөйлестік қой. Сөзді бөлмесең. Менің көзқарасым бойынша Серікжан және оның командасы Бекзат және Қапарақат шоу-жүйде бар. Сауатсыз, надан, хайпажор, популистер. Бұл ең басты бағдарлама жоқ. Мына елдің ахуалын танымайды. 99% көтеріп жатқан тақырып Қытайдағы мәселе және тек Қытайдағы мифический мәселе, ойдан тапқан мәселе. Міне, соның боғын езіп, күнде тартыс болып, Қытайда біздің көзімізше мың рет жықты. Мен қарамаймын оның бейнелерін, естімеймін, мен шаруам жоқ. Ондай мылжынды мен 2 минут қара алмаймын. Енді бірақ кейбіреулерге ұнайды. Енді сен жассың, біз 1970 жылдары ауылда отырамыз. Бұнда бір не келеді, будка, кино, прокат дейді, совет одағында. Мұндай бобиналар шығарады, клубқа барып киноны қояды. Үнді фильмін қарайды, ауылдың тұрғындары, сосын шығып қараса, бірінші шығам 30% жылап шығады. Жылап, үнді фильмін. Міне, аудитория, мен көріп тұрмын қазір. Серікжан Бәштің жаңағы табынушылары сондай. Жеңіл желпі бәрі. Мінекей жақсыса сөйлесе, майын нағызып. Ал ол Серікжан Бәшт па, Бәшт па, ол Қытайдың агенті ма, басқа шаруасы жоқ. Бәрі жақсы болды ғой. Күні кино ұнады. Во кино. Ал бұл кино емес, ағайын. Халықтың тағдыры. Тағы да айтам. Мен нені зерттеймін тағы да. Эпизод 19 жылы. Алматы қаласы сотта, туалетте, Бәшт кіммен сөйлесіп, сот бұрылып кетті да, анау Айман Омарова Тоқаевтың несі әрине. Бірақ ол куәгер ретінде шықты да, ешқандай кінәсі жоқ, анау барыпты біреумен кірісіп кетті, менен бас тартты да, шартқа отырып деді. Ал шарт отыру жөнінде Макс Боқаев сараптама берді. Мінекей, пазлы, сошлись дейді. Бұл зерттеу осымен аяқталмайды. Мен өзім аргумент факторын айтып келтіремін. Жақсы, Дүйсенбай, өзіне алғыс айтамын. Құрметті отандастар, достар, қорытынды шығарыңдар, дұрыс қорытынды шығарыңдар. Жеңіл желпі ештеңе болмау керек. Ең басты, маңызды сұрақтар, саяси сұрақтар. Тұлға мейлі болсын ақыны, мейлі болсын жаңағы қазақ тілін, несі, халық сауатты болу керек. Халық сауатты болмай, сын пікірмен бәріне қарамай, мейлі Тұғынбай, біраз кім болса да, біз мына тығырықтан шыға алмаймыз. Себебі мына жүйе ойлап таппайтыны жоқ құйтырқы саясаттың. Ал жарайды енді қазір бір тақырып көтерсем созылып кетеді. Осымен аяқтайық. Өзгеріс қаласаңдар шынайы қиын емес. Міне, телефондарында анкета тұр, халық таңдау партияның қатарына кіріңдер. Бір айдың ішінде біз мәселені шешу жолына шығамыз да шешеміз. Жаса қазақ, еркін қазақ. Жақсы, Ереке, рахмет. Бірақ шешеміз дұрыс емес. Енді тағы да сен былай сүйінгімсің деген сияқты ғой, тағы да аргументтер барлығын алған жоқса, сол үшін айтып жатқанмын. Енді мен айтып жатырмын, сен келіп қой. Уақытымен көресің, жаңағы Ринатпен әңгіме. Аға, логика дейді. Жақсы, ол кішкене напряженно отырған, бірақ сосын жаңағы мына сөз естіген, ағасы логика деп шерғат күле бастады. Мен Ринат күлме деп айналайын. Солай болды күн. Әлі факт емес, уақыттың еншісінде. Бірақ жасап отқан жұмысыңыз дұрыс. Ешкім жағында емеспіз деп тұрсыз ғой, айтып отқан әңгімеңіз дұрыс. Бірақ әлі шындықтың беті ашылған жоқ. Әлі факт, аргументтер жоқ. Бірақ сіздің ойыңыз сондағы. Жақсы, аға, рахмет, соғыңыз. Олай ғой, уақыт көрсетеді. Негізінде менің арым таза, ниетім таза. Көріп тұрмын, біліп тұрмын. Шешім шығарып тастайтыныңыз жаман екен де, просто шешім шығарып тастайтыныңыз. Жоқ, бұл жерде несін болған езесін, Дүйсенбай. Бұл кәді бір дұрыс емес бағытқа кіріп кетсе, ол болды. Сен сол бағытпен кетесің де, сосын жаңағы бәрі жай болады. Алдын ала мәселен алдын алу білуің керек. Алдында тартыс болу керек осындай. Алдында 7 рет өлшеп, 1 рет тестеп жай айтылмайды ғой. Бізден ойбай айтылды кіріп кетесің де, сосын
ойбай не болып кетті ма деп осылай отырасың басын қасып олай болмайды. Жақсы ереке. Рахмет. Жақсы аман болайық.